Сәлем қыздар. Осындай керемет суп дайындағыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте керемет суп болады. Ең алдымен біз асқабағымызды қабығынан, дәндерінен тазартып аламыз. Және пиязымызды осылай майдалап туралаймыз. Картопымызды барлығын осылай турап аламыз. Сәбізімізді бәрін. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер, өте дәмі керемет ерекше болып шығады. Осылай барлық картопымызды, сәбізіміз, пиязымыз туралап аламыз. Қазанымызға майымызды құйып, пиязымызды қуырып аламыз қызарғанша. Және асқабағымызды осылай майдалап туралаймыз. Өзіңізге ыңғайлы формада турай бересіз. Және осы қызарған пиязымыздың үстіне сәбізіміз бен картопымызды салып 5-10 минут қуырамыз. Менде осылай қатырылған помидор бар. Осылай бетіне салып, енді үстіне асқабағымызды саламыз. Және оның үстіне тұзымызды, дәмдеуіштерімізді саламыз. Сөйтіп, жай отта қыздырып қуырып аламыз. Енді үстіне суымызды құйып, қуырылған заттарымыз батып тұратындай суды құямыз. Және осылай үстіне сарымсақты майдалап туралап қоссаңыздар өте керемет дәм береді. Және картопымыз, асқабағымыз піскен соң осылай блендермен барлығын майдалайтын боламыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осындай қою формада шығады. Маған осылай қою болған ұнайды. Егер сұйық болған қаласаңыз, үстіне су қоссаңыз болады. Және мен мына жерде сливки құйып жатырмын үстіне. Сливки құйсаңыз, дәмі ерекше болып шығады. Енді 5 минут жай отта қайнатып аламыз. Болды, сонымен суымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Мен осылай көк шөптерімізді майдалап қостым. Дәмі ерекше болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.